104 жасқа келген ақсақалдың қырық өсиеті. Бірінші, айналаңдағы тіршілікті жан жүрегіңмен көруді үйрен. Көз көргеннің бәріне қуана біл. Шөпке, ағашқа, құсқа, жануарға, жерге, тіпті көкке. Оларға мейірімді көзбен, сезімтал жүрекпен қара. Сонда кітапта жазылмаған білімді көресің. Сен олардан өзіңді көресің, жуасыған әрі жаңарған өзіңді. Екінші, жылдың кез келген уағында бірнеше минут жерде жалаң аяқ тұруды әдет қыл. Жер өзі шақырып алмай тұрғанда тәніңе жердің лебін сездір. Үшінші, судың жағасында отыруға мұрсат бөл. Су шаршағаныңды басады, ойыңды тазартады. Төртінші, шөлдемесең де, сәті түскен жердің бәрінен таза су ішуді әдет қыл. Су бәріне ем. Бесінші, дастарханыңда күнделікті көкөніс болатын болсын. Күннің жылуымен піскен көкөніс өте пайдалы. Бірінші орында қызылша, жер бетіне оған жететін көкөніс жоқ. Сосын бадана, асқабақ, жидектер, сәбіз, қызанақ, бұрыш, саумалдық, салат, алма, жүзім, алхора. Алтыншы, жаман тамақ шұжық, қуырылған картоп, пішіне, тәттілер, консервілер, маринаттар. Менің асым, дақылдар, бадана, көкшөп. Жыртқыш ет жеп алады да тойғаннан кейін әрең қозғалады. Ал жылқы сұлы жеп алады да күні бойы арба сүйрейді. Шегіртке шөп жеген соң ұшып қонып жүреді. Жетінші, бір уыстан, бірақ жиі жеген жақсы. Аз тамақ ішу үшін суды көп ішем. Компот ішіп, дақыл тамақты көп жеймін. Шикі көкөністі жеймін. Бейсенбінің кешінен бастап, жұманың кешіне дейін ауыз бекітемін. Тек қана су ішемін. Сегізінші, ораза барып тұрған қазына. Ораза ұстағаннан артық ештеңе де мені жасартып жеңілдетпейді. Сүйектерім жеп-жеңіл, құстікіндей болады. Жүрегім жас жігіттікіндей жалындап тұрады. Ораза ұстаған сайын бірнеше жасқа жасарам. Тоғызыншы, таңның атуы мен күннің батуы сен үшін. Жұмыс тек таң атқанда қызады. Соған дағдылансаң, тәннің де рухың да мықты болады. Кеш батқанда ми тезірек тынығып, ұйқыда тазарады. Монахтар мен сарбаздар осылай өмір сүреді. Сондықтан қызмет етуге күші көп. Оныншы, ашық аспан астында көбірек жүруге тырыс. Салқын үйде тұрып үйрен. Аяқ қолың жылы болса болғаны, ал басың салқын ауада тез тынығады. Жылы үйден тәнің тез қартаяды. Уссурия ормандарында қарт Қытай бар еді. Ол ылғи мақталы шалбар киетін, бірақ үйіне от жақпайтын. 11-ші, әлжуаз тоңып жатқан тәнді шөптермен күшейтеді. Бір уыс шөп қарақаттың, құлпынайдың, таң қорайдың, жидектердің жапырақтарын, бұтақтарын уыстап алып қайнақ суға бұрқ еткізеді. Соны күні бойы іш, қыстай пайдасын көресің. 12-ші, жаңғақтың қасиеті туралы ұмытпаңыз. Грек жаңғағы ми үшін аса пайдалы. Күнделікті бір шай қасық жаңғақ майын жеген жақсы болады. 13-ші, адамдарға мейірімді бол, байқампаз бол. Бәрінен бірден үйренуге болады. Тіпті бос кеуде біреуден де. Адамдардан өзіңе жау іздеме, оларды өзіңе дос қылма. Сонда еш қиянат көрмейсің. 14-ші, маңдайыңда жазылған нәрсе болмай қоймайды, тек күте біл. Саған берілмейтін нәсіпті күтіп әуре болма, жаның жай болсын. 15-ші, ырым тыйымға сене берме. Біреудің басын дұғамен айналдырып алудан аулақ бол. Жаның мен жүрегіңді таза ұста. 16-шы, жаның жабырқаған кезде көп жүру керек. Далада, орманда, су бойын жағала. Су қайғыңды тартып алады. Есіңде болсын. Жаның мен тәнің үшін ең жақсысы ораза, дұға, ауыр жұмыс. 17-ші, көп қозғал. Домалаған тасқа қына бітпейді. Уайым қайғы бір жерде ұстап тұра береді. Олардан басыңды алып қашпа, бірақ сені басқарып кетуіне ырық берме. Жаңа істі үйренуден ешқашан қорықпа. Өзің жаңарасың, есейесің. 18-ші, мен ешқашан шипажайда демалған емеспін. Бір жексенбіде бос жатқан емеспін. Менің демалысым жұмыс ауыстыру. Қолым қимылдағанда жүйкем демалады. Басым істеген кезде тәнім күшейеді. 19-ші, аз сұрама, бар қалауыңды айт. Түйе сұрасаң бие береді. 20-ші,
бар дүниеден пайда табуды көздеме, өзің әжетке жарағаныңа қуан, бір жармаған бұтақ шіріп кетеді. 21. Қылжақпас, мысқылшыл болма, бірақ көңілді бол. 22. Тойып тамақ ішпе, аш жыртқыш тоқ адамнан әлде қайда ақылды жылдам келеді. Бір уыс құрма мен бір құты шарап ішкен Рим легионерлері бүкіл Сауыт-Сайман мен жаяу жалпы 20 шақырым жүгіріп өтіп, тоқтамастан жау әскеріне соққы беріп, жарты күн тоңбастан соғысқан. Тойыну мен азғындаудан Рим империясы құлады. 23. Тамақ ішкенде сусын ішпе, тамаққа дейін де кейін де ештеңе ішпе. 24. Балаң ауырып, ауруханада жүрмеу үшін оны табиғаттың құшағына жібер. Бала күннен жалаң аяқ жүргенді үйрет, жақсы жаттықтырады. Күнде күйсе пайдасы тиеді, маса, ара шақса, ол да табиғат. Қалақай шақса, суық суға жуынса, тікен кірсе, шіріген алма жеп қойса, онда аурудың алдын алғаны, жаттыққаны, тәні де жаны да мықты бола түседі. 25. Көкөністі пышақпен турағанда, ол жердің берген қуатын жояды. Оларды бүтіндей асып жеген пайдалы. Пиязды қолмен не ағаш тақтаймен езгілеген дұрыс. 26. Дүкеннің шайын іше берме. Мен үшін ең жақсы шай алмұрттың жас талынан жасалған шай. Пайдалы, жұпар иісті, емдік қасиеті зор. Артық су мен тұзды шығарады, буын қабынғанды басады. Кофе, шай, тәтті сусын, сыра жүрекке зиян. Егер шаршасаң, әлсіздік сезінсең, ағзаны тынықтыр. Ішкен асың жеңіл болсын. Ол үшін күні бойы бір ғана тамақты ішіп жеу керек. Келесі күні басқа тамақты талғажау етеді. Осылай бір апта ағзаны сауықтырады. 28. Қартайғың келмей ме? Аптасына бір рет алма, жаңғақ күнін жаса. Таңертең 8 алма мен 8 жаңғақ даярла. Шамамен әр 2 сағат сайын бір алма, бір жаңғақ же. Сонда асқазаның күні бойы бос болмайды. 29. Тез шаршап қалатынды сезсең, жұмысқа зауқың болмаса, күніне 1-2 рет сәбіз жеу керек. Сол қуатыңды нығайтады. 30. Ыстық тамақты 1-2 рет ғана жаса. Тамақ ылғи жаңадан жасалуы керек. 31. Жидектер маусымы басталғанда тамақ жемесең жеме, тек жидек же. Күніне 1 кесе болса да жеп тұр. Егер жұлдыз аспанның көзі болса, жидек жердің көзі. Олардың бәрі пайдалы, әрбірі деніңе саулық береді, шиеден қарбызға дейін. 32. Өмірге ғашықтықты баптай біл, ішкі махаббатың дәлдейле. 33. Үндемей қалатын уақытың болсын, тыныштықты есту үшін, өзіңмен өзің болу үшін. 34. Ненің жақсы, ненің жаман екенін жүрегің айтсын. Елдің сөзіне сенбе. 35. Сен туралы кім не деп жатқанына бас қатырма. Тазалық пен арлық үшін өзіңе өзің сот, өзіңе өзің сыншы бол. 36. Адамдарға ренжіме, сынама. Сен кешірген әр адам сенің өзіңе деген махаббатыңның тамшысы болмақ. 37. Егер жүрегіңде махаббат болса, онда үрейге орын қалмай. 38. Дауласпа. Әркімнің өз шындығы бар, өз реніші болады. 39. Қолында дымы жоқ емес, ылғи жоқ дей беретін адам кедей. 40. Ешқашан балаға айқайлама, қол көтерме, әйтпесе олардан қол тәрбиелеп шығарсың.